Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы маңызды мәлімет. Грамматикалық тақырыбымыз ортақ етіс. Алдымен бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Адамзат, жеңілдетілген, күрескер, құпия, маңызды, мәлімет, мәңгілік, нәсіл, ушығу, отар, өмірбаян, түйіндеме. Берілген сөздерді жаттап алуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар. Берілген сөздерді сәйкестендіру арқылы сөз тіркестерін жасаңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Адамзат тарихы, жауыз адам, құпия мәлімет, өмірбаян жазу, түйіндеме жіберу. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз ортақ етіс. Етіс іс-қимыл мен оны орындаушының арасындағы қатынасты білдіреді. Ортақ етіс істің бірлесіп, ортақтасып істелгенін білдіреді. Мысалы, тапсырманы орындасқан адам осы кісі. Әсемнің айтысқан кісісі менің ағам екен. Ортақ етіс етістікке ыс, с және жіктік жалғауының жалғануы арқылы жасалады. Сонымен қатар, лас, лес, дас, дес, тас, дес жұрнағы арқылы жасалған туынды етістіктер де ортақ етіс мағынасын береді. Мысалы, сен әкеңмен ақылдас. Біз танымал жазушымен пікірлестік. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз сіздерге түсінікті болса, онда екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Етістіктерді үлгі бойынша түрлендіріңіздер. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Айту, айтысты, ойлау, ойласты, көру, көрісті, қарау, қарасты, сұрау, сұрасты, сату, сатысты, сөйлеу, сөйлесті, тарау, тарасты. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. Бұл маңызды, түйіндеме жазғанда есте сақтаңыз. Бірінші, мәліметтерді ретімен қысқа нақты бере білу. Көлемі А4 форматының бір бетінен аспағаны дұрыс. Ол еш уақытта шығармашылық эссеге ұқсамауы керек. Екінші, түйіндеме жазғанда Times New Roman, Verdana, Arial және Tehoma құжаттарды рәсімдеу үшін ең кең таралған шрифт екенін ұмытпаңыз. Үшінші, мәліметтер үшінші жақта кері хронологиялық ретпен жазылады.
кесте, сәнді шрифттер және басқа да әшекейлерге ресми құжатта орын жоқ. Төртінші, көп мекемелерде түйіндеменің екі тілді, кейде үш тілді нұсқасын сұрауы мүмкін. Барлық нұсқаның рәсімделуі бірдей болады. Бесінші, егер сізден сұрамаса, түйіндемеңізге фотосуретті қоспаңыз. Қажет болса, фотоны барынша абайлап таңдаңыз. Дұрыс таңдалған фотосурет жағымды әсер қалдырып, пікірлесуге тез шақыруға септігін тигізеді. Алтыншы, рәсімделген түйіндемені өз тегіңізбен док, PDF және PEGAS форматында сақтағаныңыз дұрыс. Бұл түйіндеме арасынан жұмыс берушіге сіздің түйіндемеңізді тез табуға көмектеседі. Басшылық, жетекшілік, ғылыми жұмыстарға икемділігіңіз болса, назардан тыс қалмасын. Ғылыми дәрежеңіз болса, оны қалыптасқан редакциямен көрсету керек. Техника ғылымының кандидаты, тағы басқа. Сегізінші, түйіндемені оқыған кезде сіздің мақсатыңыз айқын көрініп тұруы керек. Тоғызыншы, жеке басыңыздың қасиеттерін атап көрсеткен кезде сіздің таңдап отырған жұмысыңызға орналасуға септігі тиетіндер басты назарда болуы керек. Оныншы, жұмыс орнынан немесе жеке адамның атынан алынған кепілдеме болса, оның бар екендігі түйіндеме соңында айтылуы керек. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді үшінші тапсырма, тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Түйіндемеде мәліметтерді ретімен қысқа нақты бере білу. Мәліметтер үшінші жақта хронологиялық ретпен беріледі. Түйіндеменің үш тілдегі нұсқасы бірдей рәсімделеді. Егер сізден сұрамаса, түйіндемеңізге фотосуретті қоспаңыз. Басшылық, жетекшілік, ғылыми жұмыстарға икемділігіңіз болса, назардан тыс қалмасын. Түйіндемені оқыған кезде сіздің мақсатыңыз айқын көрініп тұруы керек. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Үй тапсырмасы. Бүгінгі сабақта алған мәліметтерді пайдалана отырып, өз түйіндемеңізді жазыңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.